Біз соғыс кезінде жасырын бункерге түстік, бірақ ол жерде бізден басқа тағы біреулер бар еді. Темір есік жабылған сәтте рациядан бөтен дауыс шықты. Сол түні бір адамымыз із-түзсіз жоғалды. Бұл бункерден бұрын ешкім тірі шықпаған, ал шыққандар енді бұрынғы адам емес. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Соғыс қаланы жұтып қойған, аспан күндізде қараңғы, жер дірілдейді. Бізге соңғы бұйрық келді. Жер астындағы нөмір 17-ші әскери бункерге түсу. Бұл бункер бұрыннан жабық емес пе? Деді Мәди күмәнданып. Бұйрық талқыланбайды, деді Қайсар. Темір есік жабылғанда сырттағы әлем өшіп, өлімнің тыныштығы басталды. Бункердің ауасы ауыр, тыныс алған сайын өкпен күйгендей. Шамдар әлсіз жанып тұр. Қабырғада ескі әскери белгілер, бірақ бір түрлі бұзылып кеткен. Назгүл кенет тоқтап қалды. Мұнда адамдар тұрған, бірақ олар кетпеген. Сол сәтте алыстан аяқ дыбысы естілді, бірақ бізден басқа ешкім жоқ еді. Генератор іске қосылғанда рация өздігінен шуылдай бастады. Мәди құлаққабын шешіп алды. Біреу сөйлеп жатыр, бірақ жиілік бос. Сыбыр анық естілді. Төмен түспеңдер. Бұл әйел дауысы еді. Назгүлдің дауысына ұқсайтын. Назгүл сол сәтте мен ештеңе айтқан жоқпын деді. Төменгі қабатта қабырғаға қанмен жазылған сөздер бар екен. Біз тіріміз. Соғыс бітсе де бізді ешкім алмады. Аштық емес, жалғыздық өлтірді. Еденде ескі сүйектер, әскери формалар. Бірақ ең қорқыныштысы кейбір сүйектер қозғалғандай көрінді. Жарық сөнді. Бірнеше секундтан кейін жанды. Назгүл жоқ. Ол қашпаған, айқайламаған. Тек дәліз соңынан оның жылаған дауысы шықты. Ернар, мен тонып тұрмын. Біз барған кезде оның орнына бетінде күлкі қатып қалған мәйіті отырды. Ал қабырғада жаңа жазу пайда болды. Біз оны қабылдадық. Бұл жерде соғыс кезінде өлген сарбаздардың санасын сақтау тәжірибесі жасалған. Дене өлген, ал сана бетонға, темірге, қараңғылыққа байланып қалған. Олар тірі адамдардың дауысын естігенде өздерін тірі сезінеді. Сондықтан олар жібермейді. Мәди рацияға үніліп отырды. Олар бізбен сөйлесіп жатыр. Олар ашулы емес, олар жалғыз. Кенет ол орнынан тұрып қараңғылыққа кетті. Мен қаламын. Олар мені шақырды. Айқайладық, бірақ жауап болмады. Сол түні бункерде адам дауыстары көбейді. Қайсар екеуміз әрен дегенде есікке жеттік. Есікті ашқанда іштен қара көлеңкелер ұмтылды. Қайсар айқайлады. Қашайық. Сыртқа шықтық. Есік жабылды. Іштен соңғы сыбыр естілді. Соғыс біткенде қайта келесіңдер. Мен тірі қалдым. Бірақ кейде түнде құлағыма рация шуылы естіледі. Ал түсімде сол бункердің есігі өздігінен ашылып, ішінен таныс дауыстар шығады. Ернар, біз әлі осындамыз. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.